Senin пайда күнем досың. Радон жеп болдың ба? Мен собой салдырып алсам кешке. Қарным ашады просто үйде ше. Давай. Жесем, е? Ренжімейсің бе? Қандай Радон? Тағы біреу бересің ба? Жаңа бердім ғой дос. Просто тамақтан кейін жеген да сен маған қазір жеп алайын деген ғой. Родной, үйге келатсың ба? Астынан сушняк, нан, колбаса аласа ше? Давай. Ана мақсат асарға шақырып отыр ертең. Үйіне ма? Иә? Ақша бере ма? Жоқ, бауырымыз бұл. Мен барамын, жұмыстарым бар мен. Папасы береді ғой, рахметіне білесің ғой папасы қандай адам. Папасы бере ма? Иә. Жүрсек, бауырымыз ғой, көмектесіп қайтайық. Айтты. Мор, істеп жатырсың. Радон, Бред Уиннер деген ойын тартып алдым да. Мына ойыннан кэшбэк жинайсың да, и соны карточкаңа аударып алуға болады. Ой, қош, еркем ғой. Радон, мен пайдасы жоқ нәрсемен айналыспаймын, айтып отырмын. Карточкаңа аударып алып, ақша жасауға болады. Шын ақша ма? Радон, Бред Уиннерден тартып алшы. Қалайсыңдар? Менің есімім мотиватор. Егерде мен мотиватор болсам, Біріншісінде мен пісте сатқам, одан кейін дәптер саттым. Одан кейін ручка саттым мен. сөйтіп байып кеттіңіз ба? Жоқ, бүйрегім саттым, сосын барып баядым. Мен айына 3 миллион табам. Сен мысалы қанша табасың? 9 миллион. 9 миллион ба? Сен ше? 6 миллион. Қайт тауып атсыңдар, ә? Мына жігіт менің 1 жыл бойы мотивацияны тыңдап келді. Қазір бұл жігіттің кім болғанын сіздерге айтам. Кім болдың сен? Болмыш. Әп-бәрекет. Көрдіңдер ма жігіттер? Бұның өзі жетістік. Мынаны бақыт деп алсақ, көріп тұрсыңдар ғой? Жоқ. Көрмей тұрсыңдар ма не? Вообще көрмейді. Көрдіңдер ма? Сендер көре алмайсыңдар. Сендер қазақтар бір-бірін көре алмайсыңдар, сосын өспейсіңдер. Жақында мен кітап шығардым. 89-шы болма деген. Кім оқыды? Сонда оның ішінде не бар? Анекдот бар. Сұрақтарың бар ма? Анау 1xbet авиатор ойыны жайлы не ойлайсыз? Ол жайлы ойламаймын. Оны даже адам ойламайды. Оны миы жоқтар ойлайды да. Қонаққа келген адамдардың типтері. Анасы жесей тамақ. Жоқ, рахмет, тойып келгем үйден. Потолокты өлтіріпсіңдер, натяжной потолок па? Абайды қанша алыңдар? Манас қоя бер, өзім жинаймын. Ештеңе. Туалет қайда? Бумага бар ма? Колбаса қоймағансыңдар ма?